Сәлем достар, мен атым Ботафлай және менің каналыма қош келдіңіздер. Бірден сіздерге менің бойымдағы өзгеріс байқалған шығар деген ойдамын. Яғни ол менің төс белгім, менің 11 жыл бойы еңбек етіп, 11 жыл бойы армандаған төс белгіме, яғни алтын белгіме қол жеткіздім. Яғни бүгінгі флай влогта біз осы алтын белгі жайлы, алтын белгінің жақсы жаман жақтарын, НТ-дан қанша бал алғанымды, және де НТ-ның өзінің қалай өткенін, НТ-ның кезіндегі сезім жайлы бөлісемін. Алтын белгіден бастайық. Алтын белгіні мен 15 июнь күні қолыма алдым, яғни бүткіл Қазақстан бойынша 15 июнь алтын белгіні аттестат беретін күн болды. Мен ол күні видео түсіргенмін, бірақ өкінішке орай ол видео каналыма шықпай қалды. Сонда мінекей кішкене менің алтын белгіні беріп жатқан кезден үзіндім. Алтын белгі иегері Марьян қызы Азиза. Басында бізді бір жыл бойы өте қатты қинады, шын өте қатты қинады. Бұны тек қана сол алтын белгіге үміткер алты қыз қана білетін шығар қалай қинағанын. Шыны керек, мен жылдың ортасында даже бас тартқым келді алтыннан. Бірақ та менің мұғалімдерім мен мамамның, туысқандарымның, достарымның арқасында мен бас тартпадым. Өйткені барлығы айтты, жынысыңа бота 11 жыл оқыдың, 11 жыл оқыдың, неужели сен соның ұрсатқан директордың, дәтелердің кесірінен сен бас тартасың соншамадан деп. Содан ойлана келе мен соңғы менің алдынан шығып жатқан кедергілерге мен төтеп беруге дайын болдым. Алтын белгінің плюстарына келетін болсақ, алтын белгінің особо қатты плюстары бар деп айта алмаймын. 2013 жылға дейін алтын белгінің рөлі өте мықты болған. Егер де мысалы грантқа конкурс жүріп жатқан кезінде алтын белгінің ұпайы 110 және де жай оқушының ұпайы 112 болып екеуі конкурсқа ұсынылып жатырса, міндетті түрде алтын белгі грантқа өтіп кететін болған. Сондықтан да осындай жағдайлар туындағандықтан көп ата-аналар өздерінің наразылықтарын білдірді. Осыдан кейін алтын белгі менен жай оқушының орындары бірдей болып есептеле бастады. Яғни оның оқуға түсетін кезде мүлдем или НТ-да мүлдем оның плюстары жоқ. Минустары әрине бір жыл бойы өте қатты қинайды. Сені бір жыл бойы алтын белгіден алып тастаймын деп қорқытады. Сенің ешқандай результатқа жеткізе алмайтынды, сенің хотя бы бір балға түсіп кетсең, бір пробныйдан келесі пробныйға ауысқанда, оны сенің бетіңе қатты басады. Өте қатты стресс беріледі. Сонымен қатар сен оқу біткеннен кейінгі тапсыратын 5 экзаменда да сені басқа оқушылардан көрі алтын белгіменен қызыл аттестаттарды қаттырақ қарайды. Олардың жұмыстары школда емес, ауданында тексеріледі. Сонымен қатар оның жұмыстары ешқандай даже бір точка қате жермей идеальны болу керек. Осы оның мен ойымша бұлар минус. Және де плюстарына келетін болсақ, еще минустары ол, наверное, мысалы НТ-да сен аз алып қалсаң, сенің жай ғана адам екеніңді, жай ғана сенің 17-18 жастар оқушы екеніңді ұмытып кетеді. Барлығы сразу сенің 15 күн алтын алғаның есіне түсіп кетеді. Яғни сен алтынсың ғой, сен қалайша жай ғана оқушыдан аз аласың, не үшін сен грантқа түсе алмай қаласың деген сұрақтар қойыла бастайды. Қуанышқа орай менің көрермендерім түсінігі мол адамдар болды. Әрине арасында да адамдар болды, неге сен аз аласың, сен алтын белгісің ғой, сен құлап қалдың, алтынды ақтай алмадың деген әңгімелер. Бірақ та қуанышқа орай маған, менің адресіма ондай комментариялар өте аз келді. Және де көп адамның сұрағы, менің аттестатымды инстаграмға салғаннан кейін, көп адамның сұрағы менің көк аттестатыма түсті. Көздері, қазір сізге алып көрсетейін. Да, бәрі құлады. Мен көк аттестатты өзімнің инстаграмға салғаннан кейін өте көп адамның сұрақтары туындай бастады. Неге алтын белгілердің аттестаттары көк деп? Алтын белгінің аттестаттары всегда көк болған, ол қызылдардың ғана аттестаттары қызыл. Алтын белгінің аттестаты көк, оныкі ашық көк, ал қалған оқушылардікі қатты көк болады. Және де олардың мына жерінде мінекей алтын белгі деген жазу бар. Алтын белгі алған кезіндегі сезім әрине сөзбен жеткізе алмайды. Өте сондай
волнительный сезім. 15 күні өте көп сыйлықтар берілді. Менің туғандарымнан рахмет үлкен. Олардан тек қана осы бір мишкалар ғана қалды. Өлмей тірі қалғандары 2 букет гүл баяғыда өліп қалған болатын. Мен оны инстаграмдан көрген шығарсыздар. Және де киндер берді мама, үлкен киндер букет тоже осы сияқты. Олар уже баяғыда жоқ. Оны мен апаларым берген букет. Ал енді жайлап НТ-ға қарай көшейік. Біздің мектебіміз НТ-да осы жылы 1-ші поток, яғни 20-шы күні біз НТ тапсыратын болдық. НТ күнгі сезім басында кіретін кезінде қатты қорққан жоқпын. Просто адамдардың кішкене қасында адамдардың толқығана байланысты сенде де толқыныс пайда болады. Біз сағат 7-де жиналдық мектептің алдында. Мама екеуміз сағат 5-ке дейін ұйықтай алмадық түні бойы, қатты қорыққаннан. Одан кейін кірдік. Менің басында мені таң қалдырған нәрсе, ол бізді өте қатты тексерген жоқ. Яғни бізді даже пробында қатты тексеретін, яғни кәдімгідей прям бастан аяқ былай өткізіп. Ал осы жолы тексерген жоқ, тек қана пиқылдайтын неден өттік есіктен, и все. Одан кейін аудиторияларға кіргізді. Где-то 1,5 сағат бойы біздің қарайтын комиссия 1,5 сағат бойы НТ-ның ережесін, парақты толтыруды түсіндірді. Одан кейін басталды. Вот осы кезде бастап қызық басталды. Басында сен отырғанда сезбейсің, как будто бір пробныйда отырған сияқты боласың. Мен қалай айтсам болады, мен қорыққаннан барлық нәрсе ұмытып қалдым. Мен бұрын сенбейтінмін шынымен де осы қалай ұмытып қалады дегенге, бірақ менде өзімде шынымен де сондай сезім болды. Және де мен таң қалдырған нәрсе, НТ-ның сұрақтары әртүрлі қиындықта береді екен. Мысалы, менің тарихым өте қиын болды, шынымен де өте қиын болды. Мен қатты қиналдым. Бірақ менің алдында отқан екі қыздікі өте жеңіл болды сұрақтары, шынымен өте жеңіл болды. Мен оларға барымша көмектесуге тырыстым. Ал өзіндікі өте қиын болды. Одан кейін сағат 12 болып қалды. Бізде тура бірде біздің алдымызда тестовиктерді жинап алатын болған. Сағат 12 болды. Ал мен парағым почти пустой. И мен қараймын, и мен просто түсінемін. Мен қазір шығамын, и мен алтынды ақтаймай қалдым. Мен грант туралы ойлаған жоқпын, шын айтқанда, өйткені грант менің оқуымда өте аз болды. Мен үшін маңыздысы менің алтын белгімді ақтап шығу болатын. Одан кейін отырмын, и шынымен мен түсініп жатырмын. Қазір мен аз аламын, мен даже 100-ге де жете алмай қалам. Сонда мен қалай қараймын, вообще қалай өмір сүрем. Одан кейін реально менде осындай ойлар келе бастады. Шынымен мен қалай ғана мен просто адамдардың бетіне қараймын. И мен мүлдем публикада, яғни көп адамдардың арасында вообще-то танымайтын, класста да мен мүлдем жыламайтын адамдардың бірімін. И мен отырмын, и просто маған ауа жетпей бара жатты. Шын мен өте қатты толқыдым, қатты жылағым келді. И мен сол жерде қарасам, өзім байқамайым, бірақ мен уже жылап отыр екем. Қасындағы қыз айтты тәтеге, комиссияға, мына қыз жылап жатыр, шығып келсем бола ма деп. И мен медпунктке барғанша 3 кабинет өтесін. И мен суға дейін өте қатты прям жылап кеттім. Білмеймін даже неге екен олай, қатты жылап аттым. Өз-өзімді тоқтата алмаймын. 2 медсестра айтады, болды жылама, андай мұндай, не үшін жылаватсың деген сияқты, бірақ мен өте қатты жыладым. Шын айтқанда мен даже бұлай көп жыламаған шығармын. Елді ешқашан жыламаған шығармын, шынымен қатты жыладым. Өзім түсіндіре алмаймын, менде просто ішімде сондай жаңағы мен айтқан алтынды ақтай алмай қалам деген сезім пайда болды. Өйткені уақыт деген маған қарсы қарай жүрді, ал мен оған ештеңе істей алмадым. Еще глушительдер істеді, өте қатты істеді. Өтірік айтпай қойып тұтатқа алып кірдім. Туалетке бардым, бірақ туалетте мүлдем сет болған жоқ. Шынымен мүлдем сен даже бір пиқ деген дауыс шығара алмайсың, сет просто жоқ. Өмірде сотка деген нәрсе жоқ сияқты болды сет. Мен шпор қолданамаймын, мен шпор алып кірген жоқпын. Шын мен өте вообще қолданамаймын шпорды. Бірақ шыққаннан кейін қыздар айтып жатты, ешқандай глобус, бәйтерек, таққандай бар, ешқандай
шпордан ответтер шыққан жоқ, сондықтан да шпорға, соткаға мүлдем сенбей ақ қойыңыздар. Шықтық, адамдар өте көп болып тұрады. Одан кейін мен спокойно өттім, бір-екі танитын адамдар құттықтап жатты, молодец, қандай мұндай деп. Одан кейін тұрдым. Мамаларым білмеймін, мені шыққанды көрмеді ау деймін, алыста болды ау деймін. Қайда болғандарын білмеймін, бірақ сол жерде болғанын білемін. Одан кейін тұрмын да, былай шықтым адамдардың арасынан. Мына жерде бізде домдар тұратын, мына жерде ағаштар бар. Сол жаққа қарай бардым. Тұрмын, былай етіп астыға қарап тұрдым бір уақытта, бастап өзінен өзім қайтадан жылай бастадым. Білмеймін, вот не екенін, мен просто обидно болды, что маған уақытым жетпегені. Өйткені мен осыға дейін барлық пробныйда 2 сағатта барлығын бітіріп шығатынмын. Мен тұрмын, просто мен қатты жылап жатырмын, бетімді жауып алғанмын. Еще менде кірпіктерім болған, бетімді былай жауып алмаймын, просто бетімді былай жауып алғам. Өйткені адамдардың барлығы мен таниды, мен білемін танитындарын. Біздің кішік класстарда жүрді, басқа школдарда жүрді, өте көп басқа да үлкен адамдар бар. Мен тұрмын да просто жылап жатырмын. Сөйтсем, менің мына жерде тура қасымда Баука отыр екен өз достарымен. Сосын бар Баука келіп шошып кетті, оның түрін көрсеңіздер, просто умора. Баука шошып кетті, айтады, не болды, бота не үшін жыладысың, андай-мындай деп. Сосын мен қатты жыладым, ол мамалар шақырып келді, и мен тағы да бір жарты сағаттай жылаған шығармын. Просто тұрмын и жылап жатырмын. И просто барлығы маған қаратыр. Мен шынымен де сценка үшін емес, просто маған ішімде обидно болды, что менің 11 жылдық білімімді просто бір-ақ теспенен 3,5 сағатта, 3 сағат 50 минутта сынап жатыр. И просто маған қатты обидно болды, что мен егер құлап қалсам, ешкімге ол қызықтырмайды. Мен 11 жыл бойы қалай қиналып оқығаным барлығына тек қана қызық болады. Менің сол жақта жазып берген балдарым. Вот, сосын барып, мені қатты таң қалдырған нәрсе, менің жылап атқаныма жүректері ауырған ұлдар болды. Былай қарасаң, қыздар қатты мән берген жоқ. Қыздар да болды, келіп атқан, не үшін жылатсың деп. Но мен просто былай жылап атқанда жан-жағыма қарадым. Мен всегда жан-жағыма қарап, адамдардың эмоциясына қараған жақсы көрем. И адамдарға қарап атырмын, таныс достарым, балалар, солардың бәрі қарайды. И олардың түрлерінде просто көрініп тұр, что олар қатты маған алаңдап тұрғандары, қатты жүректері ауырып тұрғандары, өйткені шын барлығы менің жылағанды бірінші рет көріп тұр. Вот мен настолько тас жүрекпін, что мен шынымен де қатты мүлдем жыламайтынмын. Вот настолько көрдіңдер ма, енді менің нервтарымды қатты шатат етті, что мен просто публикада 1000 адамның арасында жылап тұрмын. Короче, 6 бар балды көрдік, и мен 101 бал алдым. Құдайға шүкір, осыған да рахмет айтамын. Әрине өте аз менің ойлағанымнан. Мен 9-шы сыныптан бастап, даже одан да ерте, ол өзімді 125 балға дайындағанмын. Ол кезде вышка 125 болатын, мен соған өзім дайындаған болатынмын. Одан кейін осы жылдың басынан бастап мен өзімді 130-дан жоғарғы балға дайындағанмын. Яғни дайындағанда мен өзімді ответтерді көргенде 130 балдан жоғары или 130 бал алатын эмоцияға, сол алатын қуанышқа өзімді дайындаған болатынмын. Және 101 бал дегенде мен өзім шын айтқанда сенген жоқпын. Мен 3-4 рет өзім тексердім. Даже қатты мен сенген жоқпын. Шын, мен до конца барлық адам кетіп қалғанша сол жерде тұрдым. Қарай бердім, как будто сол жерде балдар қосылатын сияқты. Шын, менде бірде-бір эмоция болған жоқ. Мен только тұрдым. Не қуанған жоқпын, не күлген жоқпын. Балдарды, листтарды, парақтарды ілгенше мен тағы жылап тұрдым. Түсіндіре алмаймын не үшін екен. Түсіндіре алам. Мен просто ол жерде өзімдің балымды көруге дайын емес екенімді, 100-ден төмен алып қалғанымды сезіп тұрған сияқты мен жыладым. Одан кейін мен просто шын мен өзімді 130 балға дайындадым. Одан кейін ағаралға, кафеге барып, қуанышымды достарымызбен бөлісеміз деп. Бірақ 101 балдан кейін шын айтқанда менде бір эмоция қалған жоқ. Сондай дененің барлығында пустота. Шын, вообще эмоция жоқ. Не уже жылауға көз жасың жоқ, қуанатын да нәрсе жоқ, тек қана мамам, мұғалімдеріме рахмет, мен мұғалімдердің барлығы молодец бота деп. Одан кейін ғана мен кішкене қуана бастадым.
достарымызбен кафеге бардық. Айтады ғой, Құдайды күлдірткің келсе, ертеңгі күніңді жоспарла дейді. Шынымен де олай мен өзімнің сол ойыма, сол жоспарыма соншама қатты сендім, что 101 балға, шынайы 101 балға мен сенбедім. Сол айтқым келгені, ешқашан да олай армандарыңызға, өздеріңіздің ойларыңыздағы ойластырып қойған өмірлеріңізге олай қатты сенудің қажеті жоқ. Негізінде 101 балға да қуаныштымын, рахмет айтамын барлықтарына. Құттықтауларыңызға да рахмет. Мүмкін менің бағыма жазылған осы шығар. Ентіға қалай дайындалу керек, 11-ші сыныптарға, яғни жас түлекке кеңес деген сияқты видеоларды, яғни стадия 100 деген сияқты видеолардың барлығын біз бірге қыркүйекке қалдырайық, келісесіздер деген ойдамын. Өйткені жаз, ондай видео ешкімге қызық емес болады деген ойдамын. Осы видеоменен менің барлық оқу туралы, мектебім туралы видеолардың бәрін аяқтайық, және де жазда бастайық. Официально түсінемін, өте кеш, уже 1,5 ай өтіп кетті, тура 1,5 ай қалған шығар. Бірақ та ештен кеш жақсы. Осыдан бастап менің каналымда официально жаз, официально каникул басталсын. Сіздердің барлықтарыңызды менің жазғы каналыма шақырамын. Сіздердің барлықтарыңызға уәде беремін, мен каналдан жоғалмаймын. Видеоларды тез және өте қызықты видеолар шығаруға уәде беремін. Видеоның астына комментарияға қандай видео қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Міндетті түрде барлық видеоны түсіруге тырысамын. Осымен видеоны аяқтайық. Қызық болды деген ойдамын. Тағы да түсінбеген сұрақтарыңыз болса астына жазып қалдырыңыздар. Тағы да келесі 11-ші сыныпқа кеңес деген видеода жауап беруге тырысамын. Видеоға лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ботафлай. Келесі кездескенше всем пока.